бұл кітап мені атеист етті деп. Қай адам жаңағыдай зорлақ көрдім, былай болды деп жеңіл айтады. Құдай жоқ шындығында. Бұл кітапты оқығаннан кейін кейбір оқырмандарда андай ой болмай ма? Қалай ойлайсыздар? Исламофобия. Оқыған адамдардың өзі мына жеріне келгенде құсып қоя жаздадым деген сияқты. Адамдар мысалы автобуста, метрода ашып оқып отырған кезде шошиды. Жусан операциясын болып жатқан кезде оларды не үшін әкелу керек деген адамдардың қатарында болды. Біз кітапты да дұрыс сата алмаймыз, қазақтар деп айтып қалды да. Шынайы оқиғаға негізделген. Бұның ішінде мен сізге айтайын, өтірік жоқ. Қазақстанда кітап сатып байымайды. Кейбір нәрселерді жасырып қалғаны, айтқысы келмейтіні байқалып отырды. Ол жақта Құдай жоқтың екінші бөлімі шыға ма? Бізде енді фанатиктер жетеді ғой. Солар шабуылдайтын шығар, неше түрлі не айтатын шығар деп, хейт көбейетін шығар деп. Ол жақта Құдай жоқ. Бүгінгі People подкастының шығарылымы осылай басталмақ. Неге ойтып қойғанымызды сәл уақыттан кейін түсінетін боласыздар. Ендеше қымбат, бүгінгі біздің подкастымыздың қонақтарын таныстырып кетейік. Бізде бүгін қонақта We House продюсерлік үйінің авторы Әлия Әшім, журналист. Және міне өздеріңіз көріп отырғандай, ол жақта Құдай жоқ кітабының авторы Есбол Нұрахмет. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Аватсың. Жалпы енді осы We House продюсерлік үй жайлы айтып өтсеңіздер толығырақ. Кімнің ойына келді ең басты? Немен айналысады? Бірден кітапқа көшпей қой, жайлап неден бастасақ. Рахмет We House туралы сұрағандарың үшін. We House, WIK, Written in Kazakhstan деп аталады. Қазақстанда жазылған өнімдерді насихаттаушы және замандас өзіміздің көзі тірі авторларды қолдаушы, идеядан өнімге дейін жеткізуші продюсерлік орталық. Баспа үйі деп айтады. Біз баспа үйі емес, біз андай өзінше отқан емес, бірақ ағылшын тілінде мынандай бір түсінік бар. Жалпы батыс әлемінде интеллектуалды меншік иелері деген сияқты. Біздегі мақсат интеллектуалды меншікті коммерциализациялау және интеллектуалды меншікті әлемге экспорттау. Әзірге біз кітаппен бастадық, өйткені Written in Kazakhstan, Қазақстанда жазылған ең басты дүние бұл орталық Азиядағы хикаяларды әлемге жеткізуші орталық болу. Түсінікті айттым ғой деймін. Ал жалпы мемлекет қаржыландыра ма, әлде қалай өздеріңіз? Жоқ, мемлекет қаржыландырмайды. Бұны Әлияның блогы қаржыландырады. Анау-мынау рекламалар. Әлеуметтік желіде біз Инстаграмда блог бар ғой, сол блогта біз жарнама аламыз, сол жарнамадан түскен ақшаны аламыз да, осылай кітапқа саламыз. Сөйтіп бұл кітаптан түскен ақшаны келесі кітапқа саламыз деген сияқты авторлармен осындай бұл таза энтузиазммен, таза өзіміздің қаржымен жасалып жатқан дүние. Ешқандай меценаттан, байдан, кедейден, білмеймін, халықтан, мемлекеттен, ешкімнен көктейін ешқандай ақша алмаймыз. Бірақ кітапты сатып алушы адамдардың ақшасына біз әрі қарай жаңа идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан біздің кітапты алыңыздар. Күшті. Ал енді бұл кітаптың өзіне келсек, бұл кітапты шығаруға не түрткі болды? Не түртті сізді? Орталықтың өзі. Осы We House'ты енді Әлия енді бастайтын болып жүрген кезде, былтыр. Сол кезде авторлармен кезігіп жүрдім ғой, сол кезде бір рет келіп кезіктік, сосын маған бірнеше не ұсынды, жаңағы тақырып. Соның ішінен осы тақырып мұнады, жаңағы Сирияға барып келген қазақтардың оқиғасы, тағдыр туралы, соны шынайы оқиға желісімен көркем шығарма жазып шығу. Сосын кейіпкерлерді де Әлия өзі тауып, өзі ұсынды, содан кейін әрі қарай жұмыс басталып кетті. Осы жердің жігіттері ұсынды. Осы. Сіздер ғой? Кейіпкерлерді барлығы. Қайролла ағай. Астана діністер басқармасы. Діністер басқармасы. Сол кісімен барып сөйлестім. Сосын Әлияны айттым, осындай жоба бар деп. Одан кейін Әлияға шықты.
сол арқылы жаңағы кейіпкерлермен барып сұхбаттастық. Оның сыртында Әлияның өзінің тапқан бір адам болды осы Астанада, жаңағындай көріп келген, оқиғаны білетін. Сосын сол кісінің сұхбаты болды. Ол кісімен де барып мен өзім жеке 1-2 рет кезігіп сөйлестім. Шынымен ақ Қайролла Дүйсешұлына көп рахмет. Өйткені ол кісі бізге жай ғана осы бүкіл жағдай жасап бергеннен бөлек, андай аудио, видео звонокпен шығып, бәрі дұрыс болып отыр ма? Бәрі дұрыс па? Тағы кімнен деп біз еще ұялмай, қызармай ана түрмедегі жігіттерден сұхбат алып көмектесерші деп жағы. Оның сыртында мына кітаптың ішіндегі 1-2 эпизодты детальды сол Қайроллаға айтып берген маған. Мысалы, анау жаңағы Атыраудағы теракт оқиғасын толықтай сол кісі айтып берген. Содан кейін сол кісінің айтуынан кейін барып аттары бойынша интернеттен іздеп ақпараттарды қарап, содан кейін толықтырып солай жаздым ғой. Сондықтан ол жерде бұл кітапқа Қайролла Дүйсешұлының еңбегі де зор. Сондықтан ол кісіге осы экран алдында деп Күллі халқымның алдында. Халықтың алдында айрықша алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Сосын жігіттер, қыздар, осы кім, Ерлан, дұрыс қой, Ерлан мырза, Гүлбина сөзің жалпы рахмет айту кеш болып кеткен. Бірақ шынымен ақ біз Атырауға барғанда, сұхбат аламыз деп барған кезде, мен кітап жазамыз деген ой болды, идея болды, амбиция болды. Сұхбат жазып бастадық, бір 3 күн ба, 3 күн жатып сол сұхбаттарды жаздық. Одан кейін Есбол нетті, бір өзі жұмыстанды да. Бірақ мәселе, бұл дүниеден бір жұмыла қаншама адам істеген дүниеден бір осы соңына дейін мен өзім сенбеген де шығармын негізі деп ойлаймын. Бірақ кітап болып шығу керек деп ойладым, бірақ осындай жылы қабылдау болады деп сенбеген шығармын. Сенбеген шығармын дегенде күтпеген шығармын дейікші. Өйткені мен Threads'тен күнде тағы 5-6 бір отметка көрем, жазып атқандарды көрем. Жаңағындай өзің айтқандай баламның бейбіт заманда өмір сүріп жатқанын қадірін түсіндім деп атады. Біреу бір ұстаз бар маған күнде жазады. Ұстаздар оқу керек, әр колледждің ұстаздар оқу керек, жаңа қалаға келген студенттер оқу керек деп жаңа айтып жатыр да. Өйткені бұл жаңағы үлкен өмірге қадам басқан, бір бой жеткен бозбала шақтағы кетіп қалған, теріске кетіп қалған шақ еді ғой. Соны айтып жатыр, мектеп оқу керек, мектептегі балалар оқу керек, ұстаздар оқу керек деп айтып жатқан кезде, менде андай бекер емес деген сондай сезім болады. Шынымен ақ бекер емес деген сезім болады. Өйткені 1 жыл бұрын сұхбат алуға барған кезде бұл жай ғана идея еді. Қазір бұл туынды. Менде де сенім болған жоқ шындығында. Соңсы кім сенім жүр бұған? Мен де сенгенде басында сенім болды, ең бастаған кезде идея ретінде. Одан кейін енді кітап болып жазылып болып, жаңағы мұқабасы неғып енді баспаға кетіп жатты ғой. Ол кезде бір қатты сенім болған жоқ менде. Өйткені жаңағы алдын ала сатып алу ашылды ғой. Ол кезде қатты бір көп не болған жоқ. Көп заказ болған жоқ. Сосын ойладым, может адамдар. Одан кейін екінші бір жағынан ойладым, жаңағы бізде енді фанатиктер жетеді ғой. Солар шабуылдайтын шығар, неше түрлі не айтатын шығар деп, хейт көбейетін шығар деп. Үйме келетін шығар деп ойладыңыз болды. Даже аңдайтын шығар деген сияқты қорқыныш та болды. Енді шын мәнінде қорқыныш болды. Анау осы Астанада бір кісі бар, кейіпкер, тоже жаңағы барып келген. Енді кейіпкер деп айта алмаймыз, өйткені ол кісі өзінің оқиғасын жазуға рұқсат бермеді, бірақ көп детальдар айтып берді. Осы кітапта пайдаландық ол детальдарды. Сол кісі айтады, мен өлімнен қорықпаймын дейді. Жаңағы сол кісі айтқанда енді бір қорқыныш болды. Шындығында қауіп болатын шығар деген бір. Бірақ қорықсаң жаңағы не деуші еді? Торғайдан қорыққан егін екпейді дейтін. Сол секілді түк істемей, дым бітірмей отыра береміз бе? Одан да істейік, не болса да нар тәуекел деп бастағанбыз. Содан кейін жалпы оның сыртында да енді біраз ақпараттар қарадым. Жаңағы бұл енді әлемді дүр сілкіндірген оқиға ғой. ИГИЛ, Даиштың жаңағы немен Сирия мен Ирақ жерінде құрылуы. Содан әлемде бұл туралы ақпарат өте көп. Жаңағы әртүрлі тілдерде, ағылшын, орыс, араб тілдерінде де көптеген ақпараттар бар, кітаптар бар.
Соның ішінде 2018 жылы бейбітшілік Нобель сыйлығын алған жаңағы Изид деген халықтан шыққан қыз бар. Последняя девушка деген ба, сол кітаптың аты сондай. Сол кітапты да оқыдық. Бұл жерде сол жаңағы Езидтің қыз келіншектерінің қалай құлдыққа түскені, ненің ішкі соларға жаңағы күңдерге қалай қарайтын, сол жерде егжей-тегжейлі өте әдемі жазылған. Жаңағы Рухшан ғой. Иә, Рухшан осы жаңағы образды бейне сол жердегі. Осындай дүниелер, оның сыртында журналистер бар, осыны зерттеп жүрген. Сосын бір арабтың тоже осы жаңағы Сирияға барып, осы егелдің құрамында болған бір адамдардың берген естеліктер бар екен. Соларды біраз деректі фильмдер болды, мақалалар болды, соның барлығын оқып, соның негізінде осындай шынайы оқиғаға негізделген. Бұның ішінде мен сізге айтайын, өтірік жоқ. Осындай кітап. Бана басталмас бұрын деп Шақ кезде отырмын. басталмас бұрын негізі жарайды деп. Жоқ, бұл жерде өтірік жоқ дегенде, мысалы, кейбір кейіпкерлерге басқа бір оқиғалар таңылған болуы мүмкін. Бірақ бұның ішіндегі оқиғалардың барлығы болған оқиға. Иә, өтірік оқиға. Дәл осындай көрініс болған. Бұл оқиғаларды толық көрсеткен арнайы персонаждар бар. Тіпті мен Мынау сыртындағы мұқабаның өзі кез келген зат біз шынайы оқиға дедік қой. Мұқабаның өзі таңдалғанда бұрын бұл шатыспасам кітапхана болған, иә? Раққадағы ма? Иә, Раққадағы. Кейін оны содырлар өздерінің несіне айналдырған жаңағыдай штабына. Сондықтан бізде мынау сурет ішінде де кейін соғыстан кейінгі көрінісі ғой енді. Именно сол суретті алып солай мұқаба жасалынған. Иә, суреттер мұқаба таңдағанда кез келген ішіне бір суреттер таңдаған кезде де біз барынша жаңағындай масштабты көрсеткіміз келді. Өйткені бізде айтайын дегенім, біз өте локальный әдебиетті көп оқимыз да, бір қазақ туралы, жалпы бұл да қазақ туралы ғой, бірақ дегенмен әлемдік оқиғадағы қазақтың әлемдік контексттегі қазақтың тағдыры туралы біз кішкене бір масштаб бергіміз келді. Сондықтан қазақ туралы оқиға болса да жаңағыдай бір ауылда болған, бір адам басынан өткен емес, осындай бір әлемдегі құбылыстағы дүниелерді көрсеткіміз келді. Мен өзім лично ескілттім. Мұқабасы деп жатырсыздар ғой, шыны керек, біз әлеуметтік желіден байқап қалдық. Бастапқыда өздеріңіз әлеуметтік сауалнама жүргіздіңіздер, халықтың өзіне таңдаттыңыздар мұқабасын. Сол процесс қалай болды? Әлияның идеясы. Ой, Әлияның идеясы емес, басында тақырып қандай болды аты? Ол Есполдың қоятын аттары. Еспол Әлхолдағы 6 қыз деп қойғым келді ғой. Әлхол деген бұл лагер. Негізі бұл айтып бер, Еспол, өзің айтсай. Бұл негізі Сирияның солтүстігіндегі лагер. Бұл лагер мақсатты түрде жаңағы игелдің құрамынан бағынып шығатын адамдарға арналған, жаралылар мен жаңағы әйелдер, балалар, соларға арналған лагерді. Сосын сол лагерге жиналады жаңағы бүкіл нелер, соғыс тұтқындары дейміз ба, бұлардың ішінде өзі жасырынып қашып шыққандар бар. Енді оқысаңыздар білесіздер романдағы қалай қашып шыққандарын. Соның барлығын жаңағы Алхолға келіп жинайды. Сол Алхол лагерінде басында бұлар 10 000 адам келеді деп есептеген лагерге 60 000 адам келеді. Игелдің құрамында 60 000 адам бар деп ойламаған ғой, жаңағы бала шағаның өзінің саны. Сонша адам қазір бір жерде әлі күнге дейін бар бұл лагер. Әлі күнге дейін 60 000 адам 90 елден. Көп бала шаға туған. Иә, енді ол жерде енді еркектердің бәрі соғысқа кетіп, сол жақта өлді, ол жақта әйелдер мен балалар ғой. Бірақ жаңағы Америка бұны бақылауда ұстап отырған, сол Американың несімен бүкіл елдерге адамдарыңды алып кетіңдер, азаматтарыңды алып кетіңдер деп айтылған. Бірақ алып кеткен елдер аз. Қазақстан, Ресей болғанда көбі Чеченстан жағынан кеткендер ғой, солар мысалы алып кетті. Тағы бірнеше елдер, нақты білмей отырмын. Өзбекстанда алып кетті ғой деймін. Бірнеше елдер алып кеткен, бірақ көпшілігі алып кетпеді, сол жерде қалды. Сондықтан бұл әлі күнге дейін өзекті проблема болғандықтан Әлхолдағы 6 қыз деп жаңағы Әлхол лагерінің атын әдейі сол басына қойған едім басында. Оған біз енді оны қатты ұнатпадық. Ұнатпағанда жақсы, бірақ
вау емес. оқырманды Вау бірден емес, да? тартатын ат емес Алкоголь дегендей. деген ол не, иә, бір көрген адам оны түсінбеуі мүмкін. Сондықтан бізге бірден маркетинг жағынан бірден тартатын, кәдімгідей назар аударатын атау керек болды. Өйткені кітапты мұқабасымен атауынан қабылдайды. Ол 100% кез келген жерде. Сондықтан көп ойланып, ананы айттық, мынаны айттық, кетіп баратып, аудио жазамыз, бүйтіп, есбол бір варианттарды лақтырады. Мен давайте былай. Сөйтіп отырған кезде Жұлдыз, иә, Жұлдыз Молдағали, жас Жұлдыз ақын. Молдағали біздің басында редактор болып бастаған жас ақын, я ол жақта құдай жоқ десекше деді. Болды. Осы деп бәріміз бір ауыздан. Комикста будущий Иә, алғашқы кітапта ондай болмаған бізде. Таңдай алмай қойған, біз сол беті менің көңілімнен шықпай, бірақ мен дауыс беріп демократия ретінде, жаңа чатта демократия орнатылғансын, көпшіліктің дауыс беруімен кетіп қалған. Ал бұл жерде андай деген не болды. Дұрыс, осы деген. Ал мұқабаға келетін болсақ, Әлияның идеясы емес, біз шынымен ақта мұқаба авторы Әсемге бір 2-3 вариант берші дедік, бірақ ол тоқтамай 40 миллион вариант беріп жатыр. Соның ішінен 3-еуін ғана іріктеп алдық. Соны таңдауға салған кезде, негізі чатта ғой, бүкіл әңгіме. Чатта бізде айналдырған 5-6 адамның ортасында дауыс болады. Кәдімгі сол дауысқа салған кезде бір ауыздан ешқайсысын таңдамадық. Солай болды ғой. Ешқайсысын таңдамадық. Есбол мынаны айтты, мен мынаны айттым, анау мынаны айтты. Сосын мен есіме түсті. Сырымбек ағамен біз сөйлесіп отқанда, Сырымбек аға маған бір затты айта қойған, бүйтіп, біз кітапты да дұрыс сата алмаймыз, қазақтар деп айтып қалды да. Неге дегенде, сен қарашы, анау Одиссеяның постерін өзін 1 жыл сатады. Кітаптың мұқабасын неге мысалы солай 3-4 ай бұрын сатпайды деген есіме сақ ете қалды да. Мұқабасын сатамыз. Мен жаңа Сырымбек аға рахмет, көрсем айтам сіздің арқаңыз деп. Сөйтіп ойладым да, онда мұқабасын біз адамдарды қатыстырайық, адамдарды таңдатайық. Бірнеше ай бұрын мұқабасы туралы әңгіме айтайық деп ойладым. Бұл жаңағы Сырымбек ағаның бір ауыз маған айтқан сөзінен, содан осы біз шешім қабылдай алмауымыздан шыққан жай сондай ситуативный шешім болды да. Соның негізгі нәтижесі бұл шынымен ақты адамдар дауыс беріп таңдаған мұқаба болды. Және менің айтқаным шын болып шықты, осы мұқабаны таңдайды. Шынымен мұқабасы өте өтімді болды. Өзімізде кеше оқып шықтық. Жоқ, қандай бұған қарсы аргумент болды сіздерге айтайын. Адамдар мысалы автобуста, метрода ашып оқып отырған кезде шошиды деді. Ол жақта құдай жоқ, анандай суретпен шошиды деді. Есболдың таңдаған мұқабасы, сен тереңірек бір мұқабаны қаладың. Мен анау қызылмен сосын бір панорамды соңғы жасаған мұқаба болды ғой. Сторителлингтік мұқаба. Сторителлингтік. Сол жерде ол бір жағы анау қызыл мұқаба мысалы көргенге бірден көзге әдемі түседі. Түсі әдемі да. Сосын адамдар оқып отырып, ішін оққаннан кейін барып мұқабасын түсінеді да, соңғы жағына барып. Біздің адамдар ішіне жетпейді, сыртын Сіз философиялық дейгі. Ішіндегі бір қанды шайқас, сыртындағы бір қызыл бейнемен байланысты. Ол да бар, біздің дизайнер оның бәрін жаңағы, ол жерде бутылка тесіліп атқан, қыздың басында орамал деген бәрі бар. Бірақ кітап сатқан кезде мен face to face дейді ғой, бетпе-бет адамдармен көрмелерде тұрып кітап сатамын ғой мен. Сол кезде адамдар деген бірінші ішін оқып алып, мұқабасы осындай екен ғой демейді. Адамдар мұқабасына қарайды, одан кейін шешім қабылдайды, ішін ашайын ба, ашпайын ба деген. Мұқабасы ұнағаннан кейін, ұнамағаннан кейін. Сондықтан осындай бізде бір нелер болғаннан кейін жауапкершілікті көрерменге берейік деп, оқырманға берейік деп шештік. Ал жалпы енді ол жақта құдай жоқ, шынымен өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде де барлық адам ойбай деп кәдімгі мұқабасына қарап, бұл атеистердің кітабы ма, атеист болған деген сияқты сондай бір қорқыныш болды. Сондықтан мына жақта біздің тыңдармандарға айтайықшы, бұл кітап дінтану сараптамасынан өткен. Сондықтан еш қорықпасаңыздар болады деп. Мына жерде бірінші бетінде мына жерде жазылып тұр, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Дін істер комитетінің сараптамасынан өткен деп. Сондықтан бұл жерде бұл кәдімгі маған тәңіршілдердің жазғаны ма деген сұрақтар да болды. Бір ақпарат беріп кетейік. Діни кітаптар еш уақытта мемлекеттік органның қалауынсыз шықпайды. Міндетті түрде рұқсат алу керек. Тексеріледі толық. Қай жылда 15-тен бері ма бір жылдар басталды, одан бұрын көп шығып кетті ғой. Сол жылдардан бастап осындай не қойылды, стандарт. Қазір ол мемлекеттік неде тіркелмесе, оған арнайы заң бар. Айыппұл және де басқа да жаза
берілуі мүмкін. Мен ырзамын негізі, мен өйткені қорыққан бір көп андай бір придираться етіліп, көп бір цензорға ұшыраймыз ба, бір цензуралар бола ма, өйткені кейде адамның аузына салған жерде бір боғауыз сөздер бар, бір аяттардың өздерінше олардың тәкпірлегені бар. Енді олар бұл шындық қой. Я, ең бірақ бастысы, дегенмен мен ойладым анауға. діни сауаты жоқ адам өмірі оқыса бір таптаса шатасып қалатын сияқты ма? Олардың өмірі таптаза солай ғой. Мен мысалы менде де болды алаңдаушылық. Сосын жаңағы дінтанушы кеңшілік Тышқан ағаға жіберіп бір оқытып алдым. Ол кісі бір оқып шықты да сосын айтты, оқиғасы прям әкетіп тұр, алып қосар ештеңе жоқ, бәрі дұрыс, ешқандай ешбір діни топтарға, ешбір ұлттарға, жаңағы этникалық немесе діни жақта ешкімге не келтірмейді. Зиян келтірмейді. Ешкімді қаралау жоқ. Бұл жерде объективті түрде тек қана оқиғаны баяндау. Жоқ, шынымен де бұл үлкен ерлік. Негізінде діни мәселені кітап ретінде, туынды ретінде шығара білу көптеген адамдардың қолдарынан келмейді. Сол үшін сіздерге респект ретінде айтқым келеді. Және де енді келесі менде сұрақ, жалпы осы жусан операциясы бойынша бір кітап шығарған кісі бар, Ерлан Карин ағамыз. Жалпы сол кісімен байланыс болды ма? Ол кісіден бір консультация жасап алған жоқсыздар ма? Осы туралы немесе кітабын оқыдыңыз ба? Мен ешқандай консультат алған жоқпын, консультация. Ол кісіге ұсынып көрмедіңіздер ме осылай кітап жазайын деп жатырық деп? Әлия ұсынбаса мен ешқандай байланысым да жоқ, ондай биіктегі адамдармен мен байланыса да алмайтын адаммын. Жалпы ол кісінің кітабын іздедім, бірақ таба алмадым. Электрон нұсқасы да табылмады, қағаз нұсқасы да табылмады. Айтпадым алып беретін ем ғой. Мен биіктегі адамдармен жақсы сөйлесем ғой деймін, ойнай айтамын, қалжың. Соны ойламай қалыппын. Сосын бірақ енді директ фильмдерді қарадым. Содан басталды ғой. Кананың, Жусан жаңағы Ерлан Тынбайұлы бірге басталды. Соны көрдім. Тағы бір екеуі бар екен, қосымша директ фильмдер. Одан кейін көп ақпараттар жүр, мақалалар жүр, неше түрлі адамдардың берген сұхбаты жүр. Жаңа жусан операциясына қатысқан. Ерекең Ерланның өзінің де берген сұхбаттары бар екен, соларды оқыдым, кітабын оқымағанмен. Сол ол кісімен қатысы соншалық қана. Негізі айта кету керек. Бұл біз бірінші болып көтеріп тұрған түгі де жоқ. Бұл операция басталғанда да жусан кезінде де жалпы ол сол кездегі биліктің шешімімен жүзеге асқан дүние ғой. Ол жерде бүкіл жаңағыдай оқысаңыздар да арнайы борт жолдап, оны жаңағыдай келісім шартқа қол жеткізудің өзі оңай шаруа емес қой. Осының бәрін жүзеге асырған сол кездегі билік өкілдері және Ерлан Тынбайұлының бастамасымен жаңағы осы дүниенің барлығы көпшілікке жету бұл үлкен жұмыс. Сондықтан біз негізі бұл тақырыпты бір көркем әдебиетке түсіруші шығармыз да, бірақ бастамасы ол кісілерден ғой. Сондықтан көп рахмет. Мен Ерлан ағаның өзіне жазғанмын, негізгі жекесіне жаңағыдай жазғанда рұқсат сұрап деп емес, бірақ жаңағыдай сіздердің бастамаларыңыз ғой, рахмет деген сияқты. Кітап жолдауға уақыт қолым тимей жүр, негізі кітап жолдау керек, Ерлан ағаға жіберу керек. Енді маған қызығы бұл кітаптағы енді әрине ол персонаждар ғой, бірақ ол персонаждар шын өмірден алынған адамдар. Сол адамдармен, яғни әйелдермен интервью барысы қалай болды сіздің өзіңізге, Исбол мырза? Жалпы олардың енді бұл әлемге қайтадан оралу оларға да қиын сияқты психологиялық тұрғыдан да. Сол жағына бір қиындықтар болды ма? Бәлкім, білмеймін, қандай бір олардың ситуациялары айтылмай қалған ситуациялар болды ма, сол жағын ашып айтып кетсеңіз. Енді мысалы мынандай нәрсе, ол адамдардың Сириядан келгеннен кейінгі міне 2019-дан бері неше жыл болды? 7 жыл болды ма? Осы 7 жылдағы өмірін баяндайтын болсақ, оның өзі бір роман болады. Өйткені олардың өзінің көрген мәселелермен олардың санасындағы орнап қалған жаңағы діни түсініктер, жаңағы Даиш орнатқан программа, былайша айтқан кезде ол 100% жойылып кеткен жоқ. Ол белгілі бір деңгейде көп нәрсені ақ немесе қара деп қана қабылдайды әлемді. Мынау дұрыс, мынау қате деген. Өйткені солай орнап қалған. Дүниеде қате нәрсе мен дұрыс нәрсе ғана бар деген түсінік орнап қалған. Толеранттылық деген дүние аздау.
Ол енді өзін күштеп белгілі деңгейде имамдармен жұмыс істеп, психологтармен жұмыс істеп, бұл проблемаларды шешкендері бар. Кәдімгідей өте жақсы шешкендері, бүгінгі қоғамға бейімделіп өте жақсы кірігіп кеткендер бар. Бірақ оның өзіне ұзақ уақыт өтті. Уақыт кетті. Кәдімгідей еңбекпен келді. Ал енді олардың балаларын ойлап көріңіз. Туған кезде жаңағы соғысты көрді, атылып жатқан оқты көрді. Өлген адамдардың арасынан, қанның ортасынан аттап өтіп, солай жүрді, солай келді. Олардың санасындағы травма қандай? Олар мысалы аспаннан дрон ұша қалса, аяқ астынан самолет ұша қалса, ұйықтап жатса шошып оянуы мүмкін. Мысалы, әлі күнге дейін түстерінде көреді кейбір оқиғаларды. Осы мәселелердің барлығын айтар болсақ, олардың біздің қоғамға сіңіп кетуі деген өте күрделі шаруа, өте ауыр нәрсе. Біз оны әрине, оны жазу үшін әлі талай адамдармен кезігу керек, сөйлесу керек, жұмыс істеу керек. Және бұл кісілер белгілі деңгейде жаңағындай бір ұйымда болып келгеннен кейін ішкі сырын толықтай ашпайды бізге. Толық аша да қоймайды. Мен мысалы осы кітапты жазу барысында, ол кезде біз сұхбаттасқан кезде Әлия сұхбат алды, мен мына жақ жанында отырып тыңдап отырдым. Одан кейін запистен бірнеше қайталап тыңдадық. Одан кейін WhatsApp арқылы бірнешеуімен жиі хабарласып, жаңағы ақпарат алып отырдым. Бірақ соның өзінде кейбір нәрселерді жасырып қалғаны, айтқысы келмейтіні байқалып отырды. Сондықтан бұл енді күрделі нәрсе. Ал кейбір оқиғаларды керісінше бір әсірелеп айтқан моменттер болды ма? Әрине, ондай да сәттер болады. Мысалы, ол енді адамға байланысты. Біз әдетте адамдар әртүрлі ғой. Біреу мысалы сөйлеген кезде өзінің көрген дүниесін толық жеткізіп бере алмайды. Сыртқы бір формасын шамалап қана жеткізеді. Арғы жағын сіз өзіңіздің интуицияңызбен жетіп танып алуыңыз керек болады. Енді бір адамдар болады, кез келген нәрсесін асырып, неше түрлі бояу қосып, екі еселеп, үш еселеп жеткізетін. Оныкін кішкене бояуын азайтып, шындыққа жақындатып, бәрімен енді логикамен жұмыс істеуге тура келеді. Әрқайсысының мінезі әртүрлі болғандықтан оқиғаларды қабылдауы да әртүрлі. Мысалы, жаңағы ішінде Айдана дейтін кейіпкер бар. Ол кейіпкер өзінің басынан өткен оқиғасының бәрін бір кинодан өткендей, кітаптан оқыған секілді қабылдайды. Бір жағынан бұл оның өзінің психологиялық жаңағы қорғанысы. Ауыр нәрселер, травма өте қатты түсетін дүниелерді адам көп жағдайда өзінің басынан өткендей емес, басқа бір кейіпкердің басынан өткендей, өзі сол кейіпкерді сомдап шыққан актер секілді сезінген кезде, ол белгілі деңгейде бір алыстатады жаңағы неден. Сондай бір сезіммен өмір сүретінін байқадым. Сұхбат кезінде де, кейін жаңағы WhatsAppпен сөйлескен кезде де сол секілді ерекшеліктеріне қарадым. Мысалы, басты кейіпкер Татьяна, ол балалық шағындағы көрген азабы жеткілікті. Мысалы, балалық шағы да соншалықты сұрғылт, өте көңілсіз өткен. Бірақ бала кезде адамның енді Алла тағаланың бір құдіреті шығар ода. Бала кезде адам белгілі сондай бір ауыр травмаларды бала кезде қабылдамайды. Бәрібір сыртта болып жатқан оқиға ішкі көңіл күйге қатты әсер етпейді. Бірақ есейгеннен кейін барып, сол нәрсенің бәрін қайта ойлау арқылы үлкен бір ауыр депрессияларға кетеді. Сол тұрғысынан оның мысалы Сириядағы өмірі одан да қиын, одан да ауыр қасіретті болды ғой. Осы тұрғысынан оның бала кезде алған травмасы мен одан кейінгі көріп жатқан қиыншылығын екеуін салыстыра отырып, қатарластыра отырып, оның да бір өзгеше бір образын жасау керек болды. Ол мысалы оңайлықпен ашыла қоймайтын адам, кісіге сенбейді, шешіліп айтпайды. Бұл кісілер мысалы Асқар Сәбдин деген ғалым имам кісі бар. Сол кісінің де нелерін, сұхбаттарын өте көп көрдім, подкасттарын.
Өйткені ол кісі осы адамдармен толық жұмыс жасады ғой. Сонда сол кісі бірінде айтады, қазіргі жаңағы түрмелерде, колонияларда отырғандардың, Сириядан келгендердің почти 20% ғана беті бері қарады дейді мысалы. Өйткені олармен имамдар, психологтар жұмыс істеді дейді да. Енді біз сол жұмыс істегендермен сөйлесіп отырғанның өзінде олардан белгілі бір кедергілерді көріп отырмыз. Толықтай ашылмайтын, толықтай айтпайтын. Енді және ол ретравматизация ғой, сен бір жағынан енді мен оны түсінемін да. Екінші жағынан, біз сұхбат алғанда да мысалы 3 оператор отыр, мен отырмын, қақиып ес болған жерде отыр да, қай адам жаңағыдай зорлақ көрдім, былай болды деп жеңіл айтады. Ол бәрібір адамды сол травмаға қайтып түсіру да, оны да түсіну керек деп ойлаймын. Және біз сұхбат алған кезде де мен барынша сол травманы қайта жаңғыртпауға да тырыстық та, бірақ одан кейін жаңағы Есбол жеке сөйлескен кезде қалай болғанын білмеймін, бірақ негізі оңай болған жоқ. Мысалы Татьянаға, өйткені ол қайтып бәрін еске алу керек, қайтып оны ойлау керек, қайтып оны саған айтып беру керек. Шыққаннан кейін қыздар өздері де айтты ғой, мен шаршадым. 40 миллион рет айтып, осыны қайта еске алып, ұмытып, жаңа өмір сүріп келе жатқан кезде сенен қайтып тағы сұрайды да, тағы әңгіме қалады. Сенің бүкіл өмірін сол оқиғамен байланысқан сияқты. Біз енді түсіндірдік ол кісілерге да, мақсаты не, ол қыздарға үлкен алғыс деп айтамын. Өйткені біз түсіндірген кезде осыны ұйымдастырып берген сіздерге де үлкен алғыс. Өйткені біз мақсатымызды айттық, біз миссиямызды айттық, бұл кітаптың мақсатын айттық. Сол кезде қыздар негізі бас тарта алу мүмкіндігі де бар еді ғой деп ойлаймын, бірақ келісіп келгендеріне рахмет. Өйткені ешкімге міндетті емес, мысалы қазір әркім өзінің өмірін сүріп жатқан адамдар, олар оны ұмытқысы келеді дегендей. Сондықтан 7 жыл өткеннен кейін тағы да оларға әңгіме айтып, тағы да өлген баласын есіне түсіріп, мысалы да 2-дегі 3-дегі баласын оңай емес деп ойлаймын. Ашылу да оңай емес. Мысалы мен жусан операциясын болып жатқан кезде оларды не үшін әкелу керек деген адамдардың қатарында болдым мысалы. Бірақ кейін енді бұлай жақындап олармен сөйлесіп сұхбаттасқаннан кейін осы кітапты жазу барысында мен түсіндім де оларды әкелу керек екенін. Ол енді саяси, әлеуметтік мәселенің сыртында ол жеке адам тағдыры ретінде олардың екінші мүмкіндік алуға, екінші шанс алуға құқығы бар әбден. Олар қайтадан осы қоғамға келіп, шын мәнінде жаңағы 20%-ның өзі бұл жақсы көрсеткіш негізі деп ойлаймын. Анандай деңгейдегі үлкен жаңағы радикалды топқа қосылып, қайтадан өмірге келу, қайтадан өмірге араласып кету деген өте қиын, өте ауыр нәрсе. Шынымен де менде басында жусан операциясы жайлы естіген кезде менде дәл сондай ой болған. Содан кейін осы кітапты оқу барысында небәрі 16-17 жастағы жас қыздар, жас балалар шынымен де діни сауаты болмағасын өзіне бір қорған іздеп, солай жұмақ іздеп, сосын бағана айтып жатқандай детский травмасы да қозғалып, бұл мысалға Татьяна өзінің анасынан қамқорлық көре алмағасын, кейін Нұржаннан қамқорлық көрермін деген, ол да бір шынымен де әсер етті деп ойлаймын. Біз де сөйтіп ойлаймыз. Оқырман ретінде оқыған. Ал енді біздің жалпы People подкастының тыңдармандар үшін кітапқа бір енбей қалған бір детальдар, маңызды моменттер бар ма? Соны айта аласыздар ма? Эксклюзив ретінде. Жеке біздерге. Кітапқа енбей қалған? Мына жері бір жасырын болсын деген, бірақ жоқ, біраз затталып тастадық қой негізі. Нелерді алып тастағанда бұл кітапта жаңағы көбінесе бір оқиғалар алынған жоқ қой. Адамдар алынды. Бұл жерде мен не туралы жазғам, жаңағы Пальмира жорығы деген бөлек бір кішкентай тараушы болған. Сол тарау толығымен қысқартылған. Ол жерде жаңағы Нұржанның басынан өтетін оқиғалар болады. Ол енді бұл Пальмира соғысы деген нелердің Башар Асад режимі мен ИГИЛдің екі ортасында болған соғыс, өте қатыгез, өте қатал соғыс болған.
ол жердегі нелер жазалау енді өте қиын. Сол жер алынды. Басқа Оны алудағы мақсат халықты шошытып алмау ма? жоқ, ол өйткені жаңағы деталіне бүйтіп жазып отыратындай не болмады. Кішкене жалпылама жазылды да, сосын Кобани бар, ішінде шайқас көп. и так түсінікті нәрсені алып тастасақ қайтеді деп Әлия ханым болған кезде бізде бірінші кітаптың мен ана кітап сатқандағы адамдардың тағы да айтамын, адамдар кітаптың бетіне қарайды, көлеміне қарайды. Семіз кітап болса, адамдар бірден андай арғы бар ма деп сұрайды да. Кешірім сұраймын, сондай өте примитивный әңгіме айтып отқаныма кешірім сұраймын осындай. Бірақ шынымен ақта бізде жаңағы жүйелеу, қалай айтсам, компактный ету, азайту, шағын ету, дәмін беру, бірақ соңына дейін мыжытпау деген сияқты заттарды маңызды болды да. Сондықтан біз сөйтіп бірде ақылдасып отырып соны алып тастадық. Бірақ менің ойымша бұл шын болды ма болмады ма білмеймін, бірақ біз добивать етпеген зат. Мен Есполға оны қайта-қайта айттым, бірақ Еспол ол өзінің, Есполға көп рахмет, Есполдың журналист және жазушы екенін көрініп тұр да, бұл жерде жалғыз жазушы емес, журналистік бэкграунды бар екенін көрініп тұр. Өйткені бәрібір жазушы бұлай етіп жаза алмас па еді деп ойлаймын. Өйткені кім Еспол өте көп ресерч жасады. Бұл кәдімгідей журналистке тән қасиет қой, ресерч жасау және соны көркем дүниеге айналдыра білу. Бұл осы Есполдың ең мықты қасиеті, осы екі интерсекшн дейді, осы бір Еспол бетінде де айтамын ғой. Таза бір көркемдетіп, таза бір нетіп жіберу емес, таза осындай шынайы оқиғаларды берсең, мысалы Еспол бұны әдем алып шығалады да. Қаймағын да бұзбай, бірақ журналистік теншн дейді, нені де сақтай отырып. Қарабайырға да түсірмей. Сөйтіп айтпейші? Жаз десең. Сөзім айтып берейін деп. Бұйырса қазақтың жаңа Достоевский дейм ба? Толстой дейм ба? Достоевский жақынырақ. Біз Әлішер Рахатты Бальзагі дейміз ғой қазақтың. Неге сөйтіп айтып та керек емес, жалпы енді жай. Достарым маған Бальзак деп жүр. Қойшы, сен Бальзак болып кетме. Жарайды. Жоқ, үйтіп теңеудің де қажет жоқ. В общем, бұйырса қазақтың Еспол мен Әлішер. Мен қатты сенемін, мен бірінші барған жігіттер осы екеуі. Бірінші Әлішерге, одан Еспол өзім группаласым ғой, бірге оққанбыз. Бірінші өзім барған жігіттер, бірінші жаңағы Уихаус ашылған кезде жазыңдар, жазайықшы деп бірінші барған жігіттер. Сондықтан бұл жай емес, Еспол әшейін мақтап отқан жоқ, шынымен ақ тамаша дүние. Бұл кітаптың оқылуы менің арқам емес, сенің арқан ғой. Ол деген қалай адам елтіп алып кету деген өнер ғой. Сөзбен елтіп алып кету, оқиғаға ендіріп жіберу, көз алдына елестету, бұл үлкен өнер. Соның нәтижесі. Енді соңғы жаңағы Еспол қабылдап үйрен десең. Прими. Сонсын жаңағы бір мәселе. Есполға оны айттым, бірақ түсіндім, оны әйел адам жазу керек деп, содан әйел автор іздеп кеткенім бар. Бірақ бұл әйелдердің оқиғасы ғой. Менің ойымша, біз бәрібір бір тұстарда әйелдің сезімін соңына дейін бере алмаған сияқтымыз. Бұл менің субъективті әйел ретіндегі көзқарасым. Бұл Еспол саған айтылған бір не емес. Бұл әйелдің қаламынан туу керек та. Сын десей. Әйелдің қаламынан туу керек та. Өйткені харасмент көрген әйел баласы ол түсінеді та, жердегі сезім керек екенін, ішкі күйі керек екенін. Анау еркекпен далада жалғыз қалған қыздың ішкі сезімі, қорқынышы, еркек саған келе жатқан кезде. Оның барлығын негізі зерттеп, ұзақ отырып жазуға болады. Егер олай жазатын болсаң, бұл 3 том болар еді деп ойлаймын. Мүмкін, Енді біраз жерде кішкене, мен мысалы бұрын новелла жазғамда, новеллада андай қатты бір сезімді бермейсің, бірақ осыдан туындайтын сезім болатынын аңғартып кетесің да, оқырман ананы өзі сезінеді. Сондай бір мәселе оқиғаны шынайы беру, шын көз алдыңа келтіру. Шын көз алдыңа келген кезде әр оқырман өзінше бір нәрсе сезінеді. Былайша айтқан кезде адамның, оқырманның да шығармашылығына жол тастайсың. Ал егер сіз оның барлығын өз қолыңызға алып алсаңыз, бұл диктаторлық болады бір жағынан. Бұл жалпы әдебиеттегі автордың өлімі деген дүние бар, Ролан Барттың. Бұл жерде автор жоғалу керек.
автор өзінің сезімін, өзінің бір дүниелерін әкеп көркем әдебиеттің ішіне тықпаламау керек, өзінің көзқарастарын деген секілді. Автор барынша объективті болу керек. Ал ары қарайғы былайша айтқан кезде шығарма автор жазып біткеннен кейін шығарма аяқталмайды. Шығарманы ары қарай оқырман жаза бастайды. Оқырман өзінің жүрегінде, өзінің санасында жаза бастайды. Сондықтан оқырманға бір нәрсе қалдыру керек деп есептеймін. Енді ол жаңағы немен де келсем, шын мәнінде әйел адамның әйел адамның сезімін бәрібір де әйел адам өзі жақсырақ түсінеді, жақсырақ бере алады. Оның сыртында тағы мынандай нәрсе бар. Мен мысалы кімнің анау бақыт деген кітап түркиялық, сол кітапты оқыған кезде, мысалы басын оқыған кезде анау нені қатты сезіндім. Кәдімгідей ол әйел адам жазғаны көрініп тұр. Одан кейін ол жаңағы профессордың несін, ішкі болмысын суреттеуге қарай өткен кезде кішкене ақсай бастайды. Профессор өйткені ер адам, ол ер адамның несін онша түсініп тұрған жоқ. Сондықтан ондай болады. Ер адамның жазған шығармасы мен әйел адамның жазған шығармасында ондай бір айырмашылықтар болады. Меніңше бұл да дұрыс болған сияқты, өйткені әйел адам десе ол да сезімге беріліп, бәлкім кішкене қатты несіп кету мүмкін еді деп ойлаймын. Онда сезімнің несімен, яғни көп бір қиялдар пайда болады сияқты деп ойлаймын. Бұл жерде мысалы ол жақта Құдай жоқ деп кітаптың аты, мысалы бір қарасаңыз бір атеистік теория сияқты естіледі да, мысалы. Бірақ шын мәнінде ненің Иранның атақты сопысын білесіздер, Халлаж Мансур деген, сол кісінің әнәл хақ деген, мен хақпын, мен құдаймын деген сөзі бар. Ол мысалы ол өзін құдаймын деп буквальный мағынада, әріптік мағынада айтып отырған жоқ қой, тура мағынасында. Ол жаңағы өзінің құдай тану жолын, Аллаға жету жолын мен арқылы, өзімді зерттеу арқылы жетемін, өзім тану арқылы мен хақты танимын деген сопылық қағиданы көрсетіп тұр да. Сондықтан бұл жерде әдеби дүние. Одан кейін Құран кімнің сөзі дейтін, біздің Қазақстанда Мұхан Исатай еді, дінтанушы кісі бар. Сол кісінің кітабы бар, мысалы Құран кімнің сөзі деген. Тақырыбына қарасаңыз бір Құранды жоққа шығарып тұрған кітап сияқты. Бірақ сіз солай ма екен деп алып оқисыз, бірақ шын мәнінде ол Құранның шынымен Алланың сөзі екенін дәлелдейтін кітап. Басынан аяғына дейін Құран тәпсірі мысалы. Өте сапалы, өте жақсы неде жазылған діни бағыттағы, дінтанулық бағыттағы кітап. Сондықтан Құдай жоқ дегеннің артында? Сондықтан ол жерде Құдай жоқ дегеннің артында ол жерде не жоқ? Ол жерде мейірім жоқ, ол жерде махаббат жоқ, ол жерде әділет жоқ, ол жерде адамшылық жоқ, ол жерде құдайшылық жоқ. Яғни бұның барлығы Құдайдың сипаты. Ендеше осының барлығының жоқ болғаны бейне бір Құдайдың жоқ секілді, жоқ болып тұрғанындай. Әркім ойына келгенін істеп жүр. Құдайдың несінен қорықпайды, жаңағы қаһарынан. Олар өздерінің жасап алған, өздерінің санасындағы принциптен ғана қорқады. Соның айналасында ғана өмір сүріп жүр да. Сондықтан кітаптың аты, мысалы Жұлдыз сөйтіп айтқан кезде, ол жоқта Құдай жоқ деген ат қояйық деген кезде маған бірден дөп түсті. Өйткені ол бірінші кітапты оқып шықты. Оқып шықты да айтты, бұл кітапқа осы аты лайық екен деді. Яғни бұл бір жағынан оқырманның түйгені, сезінгені. Екінші жағынан бұл адамдар жаңағы ол жақтан Құдайдың жолын іздеді ғой, тура жол сол жақта деп. Ал барса ол жақта шынымен тура жол жоқ екен. Сондықтан соларға берілген жауап секілді, олардың өздерінің айтқаны секілді де нәрсе де, осындай бірнеше қабат нені береді. Бұл теңеу, жаңағы не емес, тиянақтау емес, былайша айтқан кезде. Теңеу, Құдай жоқ секілді, Құдай көріп тұрмағандай, бейне Құдай ұмытып кеткендей, осындай бір әдебиетте тіркестер бар ғой. Сондай өңір, сондай өңір емес бұл жерде енді. Не ғой? Сирия мен Иракта Құдай жоқ дегенді білдірмейді тағы да. Бұл жерде өйтіп айтсақ тағы да қателесеміз ғой. Бұл жерде жаңағы сол террористік ненің үгітте, сол идеологияда Құдай жоқ шындығында. Оларда саясат, геосаясат бар. Бұл жерде несі түбір терең, ол туралы айтсаң енді ол басқа әңгіме деп. Бұл жерде кітапта
кітапты мысалы бір жазылғаннан кейін 3 рет өңделді. 3 рет өңделген кезде де Әлия бастан аяқ біріншісінде соңғысында в общем бүкілін оқып жаңағы бір жағынан бұл жерде Әлия редактор да бола білді. Шынымен Батырет мақтап отыр просто андай өзін сезініп тұр да. корректордың да Win-win ғой. жоқ просто осы жерде айта кету керек та, ертеңгі күні мысалы кітап сатып отырады бір жерде, сосын автограф жазу керек болады. Алдында Әлішердің кітабына автограф жазған кезде соған бір дау, бір әңгімелер шыққан. Сол мақсатта мен айтып отырмын да, бұл автор жерде емес неге қол қояды деп. иә, автор емес неге қол қояды. Бұл жерде идея Әлиянікі, бүкіл жаңағы қаржыландыру, осы кітаптың шығуы барлығы Әлиянікі болғандықтан бұл жерде кітап Әлияның да тікелей қатысты. Сондықтан автор ретінде автограф беруге де қақысы бар. Осыны айта кеткім келіп отыр. Так, онда қазір бір кітапты біз авторға, бір кітапты идея авторынан аламыз. Дұрыс. Сосын бізде бұл соң емес, бұл басы. Есбол өмірінің соңына дейін Уихаустың қызметкері деген. Осы жерде өзетін алып алайын дегенші. Доғыр жоқ, бірақ солай шешкенбіз деген ба. Болды, иә. Сол үшін ен маған тегін беретін болған. Жоқ, мынадай мәселе бұйырса, желтоқсанның 40 жылдығы, Есбол айтып кетейік та, анонсын айтайық. Желтоқсанның 40 жылдығы білесіздер ғой, біз 2 жыл бойы желтоқсанның соңында жүрміз. Біз неден басталды, кішкене офф-топ айта қояйын. Ашаршылық туралы біз деректі фильм жасаймыз деген кезде біз сұхбат алуға адам іздеп бастадық. Сол кезде түсіндік, біз 3-ші ұрпақтан сұхбат жазып отырғанымыз. Өзі кетті, баласы кетті, біз немересінен әңгіме жазып отырмыз. Ол немересінің миында не қалды, не қалмады, не біледі, не білмейді. Сондай бір қиыншылықтарға тап болғанда документалист ретінде біз ойладық. Оның алдында желтоқсан туралы деректі фильм түсіріп едік қой, бірақ ойладық, көзі тірі кезінде 60-тан асқан шағында біз бұл кісілердің әңгімесін документировать етуіміз қажет. Жай ғана дейта жинауымыз керек, ақпарат жинауымыз керек дедік та, бүкіл Қазақстанды аралап, 1 жыл бойы күллі Қазақстанды өз ақшамызға аралап, көзі тірі желтоқсан көтерілісінен сотталған, кәдімгідей не алған, жаза алған, түрмеде отырған 50-ден астам адамнан сұхбат жазып шықтық. Көзі тірі 80-і қалған, рұқсат бермеген, келіспегені, контакты жоқ адамдар бар, бірақ бір 56-57-сінен ба сұхбат алдық. Мұндағы мақсатымыз біздің жай ғана ақпарат жинап, болашақта біреулерге керек болар деген дүние етін негізі. Сонсын кейін мен оны кітап қылуымыз керек деп шешімге келдік. Үлкен команда бұл жерде жұмыс істеді, бәрі волонтер, барлығы тегін жұмыс істеді. Назарбаев университетінің студенттері, өзіміздің қатарлас қыздар, кітап оқып жүрген тегін істеді. Біз 2 жылдық еңбекті алдық. Сөйтіп Есболға, сосын осы екеуміз идея бар, тағы да менің бір редактурам болар, бірақ Есбол жазып жатыр, бұйырса желтоқсанның 40 жылдығына орай осы кітап жарыққа шығады. Қолдауларыңызды тағы да күтеміз. Бұл тағы да айтайын, документирование деп айтам. Әрине бір қандай да бір жаңағыдай сюжеттер болады, түсінікті ғой, бірақ ликбез деп айтам. Мысалы, біз Зыгорьді білеміз, империя должна умереть. Кез келген нон-фикшн жазатын авторлар бір қандай да бір түсініктің, бір кешенді түсінік қалыптастыруға арналған кітаптар жазады. Желтоқсан деген не деген кезде қайрат, ләззат емес, ол не үшін болды, оның вообще контексті мәні не еді, ол не өзгеріс алып келді, адамның санасында біз қандай ұрпақты алдық, оның қазіргі синдромы қандай деген көп сондай бір сұрақтарға жауап беретін еңбек жазып жатырмыз. Сондықтан үлгереміз деп үміттенемін. Есболға сеніп отырмын. Үлгеріп. Ол кісі енді жазып демалып отқан кезде бірден. Соғы демалтпай тұр ғой. Так, онда біз көз жастарымызды жинай берейік. Жоқ, онда емес. Бұл өте шынымды айтсам, қазақ деген қазір бір пафос айтып жатқан емес, бірақ қазақ деген рухы бар, жалпы қазақ деген танымы бар, өзінің ұлтқа деген сүйіспеншілігі, сезімі, жалпы ұлт ретінде өзінің идентификациясын сезінетін адамдар өзі оқу керек дүние болады. Сондықтан желтоқсанда, жуырда. Желтоқсанды күтіңіздер деп. Иә, рахмет. Енді мен үшін де ауыр, өте қиын не болып жатыр. Бұл кітапты жазу. Негізі Әлия бұған дейін 2 жыл жұмыс істеп, өте көп материалдар жинаған. Өзінің санасында негізі бәрі орнымен тұр. Бірақ соның барлығы менің санама қонып болғанша, одан кейін қаламнан шығып болғанша біраз мәселе болып жатыр.
одан кейін әлия өзі қайтадан жөндеп шығады. Сондықтан бәріне үлгертуге тырысамыз енді. Иә, шығады, бұйырса. Желтоқсан кезінде біздің People подкастымыздың қонақтары. Проблема жоқ. Иә. Жарайды, ендеше тақырыпқа келсек, менде бір сұрақ. Енді дінге барынша ешбір тіл тигізбей, және де радикализм туралы адамдарға да қатты тіл тигізбей, яғни барынша баланс ұстадыңыз. Бұл кітапты оқығаннан кейін кейбір оқырмандарда андай ой болмай ма? Қалай ойлайсыздар? Исламофобия пайда болатындай. Яғни бұл кішкене ислам дініне қарасты бір теріс ойлары пайда болмай ма? Қалай ойлайсыз бұл кітаптан кейін? Кейбір оқырмандарда, который діннен дым қатысы жоқ деген сияқты. Мен ол жағын басында ойлап, оның алдын алу үшін бұл жерде жаңағы айтып отырмын ғой, автор жоқ бұл жерде. Автор өзін тықпаламайды ешбір жерде. Өзінің идеясын өздеріңіз оқып шыққан болсаңыздар байқаған шығарсыздар. Өзінің идеясын алып кеп ортаға салмайды, барынша болған оқиғаны, адамдардың өзінің болмысын олар өздері қалай қабылдады, алдындағы болып жатқан оқиғаны сол бойынша суреттеп баяндап шықтым. Мысалы, менің ойымша бұл мындай нәрсе, біз өмір сүріп жүрген кезде алдымыздан неше түрлі ақпарат шығады. Сосын қай ақпаратқа сену, қай жаққа қарай бұрылуды біз өзіміз шешеміз көп жағдайда. Әрине әртүрлі ортаның ықпалы, ұстаздың ықпалы, ата-ананың ықпалы деген болуы мүмкін. Жақсы құрбы деп Абай айтады ғой, мысалы, адамның қалай адам болатын. Осы секілді ықпалдар болуы мүмкін, бірақ қалай деген күннің өзінде адамның өз ақылымен, өз санасымен қабылдайды. Мысалы, бір оқырман бұны атеист оқысын, мысалы. Атеист оқып, өзінің атеистігіне сене түсуі де мүмкін. Бір мұсылман оқып, өзінің шынайы мұсылман екенін, қате жасамай тура жолда жүргенін сезіну мүмкін. Осы секілді дүние. Ал енді бұл жерде қалай дейміз? Тіпті жаңағы сол Сирияға барып келген адамдардың өзі оқып, мені бұл түсініп отыр екен-ау деген ойға келуі мүмкін. Менің не үшін қалай адасқанымды бұл түсініп отыр екен-ау деп. Сондықтан бұл жерде байқасаңыздар енді біреуді кінәлау жоқ. Сондықтан тем более дінді кінәлау мүлдем жоқ. Сондықтан ол қабылдауға байланысты. Бір адам жаңағы пікір жазып қойыпты, бұл кітап мені атеист етті деп. Ол өзі атеист, мысалы. Тегі жазып па? Сосын оған да жауап қайтарып кеттім. Автор бұл жерде ешкімді ештеңеге үгіттеп отырған жоқ. Өзіңіз оқыдыңыз, өзіңіз қандай тұжырымға келіп отырсыз, өзіңіз білесіз. Мысалы, Құранды оқып та атеист бола салуы мүмкін біреулер. Құранның тәпсірін оқып та атеист бола салуы мүмкін. Сондықтан адамның өзінің настройына байланысты ол жерде. Иә, жалпы негізі қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, никап киюге байланысты көптеген көзқарас бар. Жалпы осы бағытта енді зерттеген адамдар ретінде бұған көзқарастарыңыз қалай? Никап киюға байланысты. Мен мысалы мұқабасының өзінде никаппен адам тұр. Орамал айтасыз ба, әлде прям қап-қара никап? Иә, қап-қара никап. Ол қазір қазір заң тұрғысымен де шектелген, иә. Қазақстанда. Мен мысалы былай есептеймін. Демократия дегеннің өзі басым дауыс, қоғамдағы басым дауыс, өміршеңдік алатын, сол басым дауысқа басқалар белгілі деңгейде қоғам ортада соған бағынып өмір сүретін орта ғой. Сондықтан бұл біздің мәдениетіміз емес, біріншіден ниқап кию. Біздің қоғамда қоғамдық тәртіпке, жалпы әлеуметтің дұрыс қабылдау үшін ерекшеленбеуге тырысу керек шығар деп ойлаймын. Енді заң жағынан солай шектеліп отырса, заң бойынша жүргенде тұрған ештеңе жоқ. Иә, бұл енді оңай мәселе емес шынымен де. Әр адам жеке ойы бар, пікірі бар, бірақ әрине заң бойынша болғасын бәріміз де заңға бағыну міндеттіміз. Әр нәрсе шегінен шықса боғы шығады деп Абай айтады емес пе? Сондықтан шекті білу керек деп ойлаймын негізі. Енді жалпы бұл кітап арқылы қойған мақсаттарыңызға жеттіңіздер ме? Жалпы қаралым саны, оқырман саны, алып жатқан адамдардың саны қалай болып жатыр?
қанша оқырман сатып алды? Коммерциялық Ең құпия басты деген ба? мақсаттар. Біздегі басты мақсат, мен тағы да айтамын, бұл өзіміздің авторларды таныту етін. Негізі бір кітап байығысы келетін адам кітап сатпайды, мен тағы да айтамын. 300 бірдеңе мың оқырманым бар ма менің? Мен пылесос сатып байи алам, білмеймін, үтік сатып байи алам, кез келген зат сатып баюға болады. Кітап сататын адам Қазақстанда кітап сатып байымайды. Бұны қаншама жыл кітаппен айналысып жүрген талай баспагерлер сіздерге айтады. Мен бір жаңалық ашып отқан түгімді емес. Қаншама жыл Раиса апам жүр, қаншама жыл, бір миллионер болып кеткен ештеңесі жоқ, кітап шығаратын адам қандай да бір миссияның артында жүреді деп ойлаймын мен. Біздегі ең ірі мақсат бұл авторларды таныту етін, шынымен ақ. Және ең басты зат қазақ туралы, қазақстандықтар туралы, жалпы Орталық Азия туралы хикаяларды таныту әлемге. Сондықтан мұндағы мақсат ең бірінші менің ойымша біз Есполды сәл де болсын танытқан сияқтымыз, тани ма көшеде сені біреу? Бір оқиғаны айтып берейін деп. Қазір оқиғасы дұрыс болса, мақсатымызға жеттік. Аулада баламды ойнатып жүрсем, бір әйел жаңағы сіз бір жазушыға ұқсайсыз дейді. Сосын мен жазушымын ғой десем, сосын сіз ол жақта Құдай жоқты жазған емессіз бе дейді. Сосын иә деп сөйтсем, келіңізші мен сіздің бетіңізді сүйейін деп. Жанында күйеуі бар екен, күйеуі жапондық. Жапондық болған дұрыс болды, қазақ болса. Қазақ болса қиын болады. Содан сөйтіп, кәдімгідей ризашылығын айтып сөйтіп кетті. Оның сыртында да енді арасында танып қалып жататындар болды. Бірақ енді бұл жерде танымалдық, енді менің мақсатым танымалдық деп ойламаймын. Менің мақсатым, мен көкейімде жатқан қаншама романдарым бар, қатталып шотталып деп па, соның барлығын мына дүниеден көзім жұмылғанша деп прям күшті қылып айтып тастайыншы. Есбол кәсіби жазушы ғой. Осы неден енді өмірлік мақсатым сол дүниелерімді жарыққа шығарып қалдыру. Сондықтан ал танымалдық бұл жерде сіздің менің осы дүниелерімді жарыққа шығаруыма септігін тигізеді. Өйткені бұл кітаптың жақсы өтуі белгілі деңгейде маған қаржылық мүмкіндік берсе, енді Әлия біледі енді қаншалық мүмкіндік беретін. Сосын ары қарай жазуға еркіндік болады. Жазуға еркіндік болады. Өзімнің ойымдағы айтам, жазам деген мынау қазаққа айтам, әлемге айтам деген деп па, дүниелерімді дүниеге әкелуге мүмкіндік болады. Сондықтан одан бұрын Есбол, одан бұрын мысалы Есбол Нұрахмет деген түрін танымау мүмкін, бірақ Есбол Нұрахмет деген есімді жаттаған адам кейін басқа мысалы ізінен жүріп оқу. Бізде сол мәдениет болса екен деймін. Мысалы Харуки Муракамиді оқисың ба, қалған кітаптарын теріп жүріп оқисың. Элиф Шафакты оқып жатыр ма, Элиф Шафактың шыққан кітабын алып кетіп атады да. Бұл авторға деген сенім. Сондықтан мысалы Есбол Нұрахметтің бір-екі кітабы бестселлер болды ма, одан кейін Есбол Нұрахмет не жазады деп күтіп отыратындай, мысалы оқырман болса, бұл күшті ғой, бұл қандай мәдениет та, бұл қандай, білмеймін, менің ойымша бұл бір арман мендегі да. Шынымен ақ. Сондықтан жаңағы мақсаттарыңа жеттім ба деген мендегі сол. Бұл деген жылдар бойы кірпіш болып қаланатын зат қой негізі. Бір күнде болмайды. Элиф Шафак болу үшін қанша жыл еңбек етті. Сондықтан жай ғана зат Қазақстанда жазушы болу оңай емес. Қазақстанда жазушы болу оңай емес. Есбол кәсіби жазушы деп айтып отқаным сол. Есбол 40 миллион жұмысты қатар алып жүріп жазушы болып жүрген шығар, бірақ өзінің кәсібіне сай жұмыстар. Ол деген жаңағындай, білмеймін, сатушы болып жүріп, болмаса жаңағындай өте көп жаңағындай мемлекеттік қызметте отырып, бірақ ішінде бір сөзі бір жазушы болғысы келетін адамдар бар. Бірақ Есбол осылай ғұмырын арнап отыр, осы жазуға. Хотя кәсіп ретінде бұл бір табысты дүние емес, блогер болғаны әлде қайда табыстырақ, мысалы қарап отырсаң. Әлде кез келген басқа маман. Сондықтан бұл кәсіпке адалдық, біріншіден, екіншіден кәсіпке адалдықты, осындай өнерді, сөз өнерін біз бір
неге жеткізгіміз коммерциялық бір нәтиже болса деп ойлаймыз да. Шынымен ақта Ақберен ағаның қаншама мысалы дүниелері бар. Кім меломан бар, одан бұрын мазмұндама Шыңғыс Мұқан аға қанша кітапты аударып тастады, Раиса апам қанша кітапты аударып жатыр, иә. Бақытжан Бұқарбай бар, қанша кітап жазып жатыр. Менің ойымша бұл осылай кішкене қасым баспасы, Ерлан ағамның қаншама еңбегі бар. Ол кісі таза оны өзінің мысалы ақша құйып жатыр, ол бір пайда үшін жасалып жатқан заттар емес. Сондықтан осы тамтымдап, бірақ осы замандас авторларды оқуға деген бізге оқырман дайындап берді бұл кісілер деп ойлаймын. Мысалы, ол кісілер бізге бір үлкен оқырмандардың армиясын дайындап берді. Қазірдің өзінде тәп-тәуір оқырман қалыптасып қалған. Сондықтан осы кісілерге жалпы кітаппен айналысып жүрген баспагерлерге, өзінің кітабын өзі жарнамалап сатып жүрген жаңағы Ақберен Елгезек ағамыз секілді, Қанат Әбілқайыр жазушы, осы кісілердің барлығына негізі рахметіміз шексіз. Сол кісілердің жасап кеткен ортасында осыдан кейінгі жастар, осыдан кейінгі жазушылар гүлдеп өсе бастайды. Әрине олардың өздеріне де мүмкіндік болады. Бір сөз жаңағы жақсы өтіп жатыр ма деген алып үлгеріп қалыңыздар. Солдаут болады. Екінші тираж шығаратын болсақ, бұйырса тағы да бір басылым болатын болса, мүмкін мұқабасын өзгертуді ойластырамыз. Өйткені біз мұқабаға жаңағыдай 4 вариант бердік қой, нұсқа бердік қой. Мынау ұтқан нұсқа еді ғой. Мүмкін келесін басқа нұсқамен шығарамыз. Енді оны талқылаймыз өзіміз отырып жаңа Инстаграмда. Бірақ сатып алып үлгеріңіздер. Жақсы өтіп жатыр деп айта аламын. Бізде енді тәжірибе көп емес. 100 мыңдап кітап сатып алған жоқпыз, бірақ дегенмен мен қуаныштымын. Біздің замандас авторлар осынша оқып жатқанына. Осындай шынымен қиын оқиғаларды бір кітапқа жиыстырып барша адамдарға бір үлгі ретінде, жақсы жағынан, келесіде басқа адамның басына өтпесін деген ниетпен білдірген шынайы оқиға желісімен өткен адамдардың сіздерге сұхбат берген, оларға да көп рахмет. Енді сіздерге осы бағытта көрген нені зерттедіңіздер. Ендігі қазіргі жастарға қандай кеңес айта аласыз осы бағытқа түсіп кетпеу үшін? Не кеңес бересіздер? Бұл жерде кітаптың соңғы жағында анау Татьянаның күнделігі бар. Сол жерде айтады, имам айтады, жаңа сауатты болсаңдар, имам айтты дейді, сауатты болсаңдар бұл жолға түспес едіңдер деп. Бір жағы бұл қызық енді, бір жағы діни сауат болса, түспеуіңіз мүмкін. Бірақ қаншама оқыған, кәдімгідей білімді, сауаты жоғары адамдардың өзі бұл идеологияға еріп кетіп жатыр. Менің ойымша, бізді жалпы қоғамды бұндайдан қорғайтын тек қана жеке адамдар емес, жалпы қоғам, әрқайсымыз бұған еңбек етуіміз керек. Әрқайсымыз бір-бірімізге мейірімді болсақ, әрқайсымыз бір-бірімізді түсініп тұрсақ, жылулық берсек бір-бірімізге, махаббат, мейірім берсек, жақын болсақ, баламызға дұрыс қарасақ, ата-анамызға жаңағы құрметпен, ізетпен қарайтсақ, былайша айтқан кезде бізде қоғамдық бір ортада біздің елде тірі жұмақ қалыптасу керек қой. Менің ойымша, жалпы Есболмен келсем, бірақ менің тағы бір ойымша, кез келген адам бір болмыстық сандалуға түседі. Мен кіммін деген бұл сұрақ болады кез келген адамда. Менде де болды, көп адамда қандай да бір межеге келген кезде осы тұста мен айтатын едім, адам тарихын, төл тамырын білу керек деп ойлаймын. Төл тамырын білетін, түсінетін адам, Құрманғазыны білетін адам, Шәкәрімді оқыған адам, домбыраның қасиетін білетін адам, домбыраны харам дейтін жолға бәрібір түспейді деп ойлаймын. Бұл деген бір фундамент, бір қазақи фундамент, бір ұлттық болмыс деген сияқты. Осы жолда жастарға жаңа не айтасыз деп сұрап жатсыз ғой. Осы жолда менің ойымша бүгінгі күндегі кім екенін түсіну үшін, кеше кім болдым деген сұраққа жауап беру үшін бір тарихты қаузауға да, тегіңді тануға да бір үлкен себеп деп ойлаймын. Өйткені шынымен ақ енді стереотип болуы мүмкін, бірақ
күні түні жаңағы домбыраның ортасында өскен, атаның, апаның әңгімелерінің ортасында өскен адамның бәрібір фундаменті басқаша болады да, оның түсінігі, мен кіммін деген сұрағына да жауаптары басқашалау болады. Сондықтан бұны мүмкін мен бірақ сияқты сол ортадан да жаңағы кетіп қалғандар бар, бір қызығы. мүмкін, бірақ мектепте, мысалы қараш, мектепте, университетте оқытқан кезде сен кімсің, сенің өткенің кім деген сұраққа бір фрагменталды жауаптар емес, тұтас кім екеніңді, не жат саған, не жат емес, мен бір формаға салып өзіңді бір рамкаға сал деп айтып жатқан жоқпын, бірақ өзіңді түсінуге бір контекстілі, кешенді, патриоттық бір дұрыс сезім болса, көп затқа басқаша қарауға болады. Сен мемлекетің саған бермей жатса да басқаша қарауға болады. Мысалы, ақш-та қараш, қаншама мысалы барлығы сондай идеально демеймін, бірақ жаңағы өліп тұрады ғой өздерінің идеологиясына, ақш-тың жаңағы ұлы екен, make там USA great again, бірдеңе деген сияқты. Ол бір идеологиялық тұрғыда жүргізілу керек деп те айтпаймын мемлекет тарапынан. Бірақ біз білім аламыз ғой мектепте. Бұл бірінші, екінші класстан беріледі кәдімгідей оның мектептерінде, ол жақта. Білім алған кезде сен басқа бір жаңағы батысқа жалтақтап, анда жалтақтап емес, сен кімсің дегенге бір қою фундамент берілу керек сияқты. Бұл бір таза тек қана кез келген мектепте домбыра үйірмесі болсын деген затта емес та, бір сондай бір шаблонный заттарда емес. Мәселе адамның кім екеніне бір рамкамен емес, бір контекстпен жауап беретіндей бір түсініктердің әу баста қалыптасуы. Мен тағы да айтамын, біз желтоқсанды сол үшін жасап жатырмыз. Өйткені желтоқсан деген кезде де біз мысалы жай ғана жаңағы колбинді қойып қойды, Қонаев үшін шықты деп қабылдаймыз ғой, бірақ бұл деген кәдімгідей трансформация еді ғой, ұлттың трансформациясы еді ғой. Бұл то есть қазақ өзін қазақ екенін сезінген сәт еді ғой жалпы. Менің вообще мен маңырап жүрген қой емеспін, мен өзім билігім өзіме қашан келеді деген сұраққа жауап беретін сәт еді ғой. Мен қашан өзім үшін өзім жауап беремін деген. Мен қашан өзімнің адамымды өзім сайлай аламын деген бұл бір трансформация еді ғой. Бұл адамның мына жерінен шығатын эффект қой. Мынадан бірінші басталады ғой бәрі. Сондықтан осы жердегі осы зат, неге ол адамдар ол кезде сондай бір эффект жасады? Себебі өткенде Есболсемен де сөйлесіп жатқанда айтамын, олардың аталары репрессия көрген, олардың әжелері, сіз оларда қалып қойғанда мынау бір дүниелер. Сондықтан менің субъективті ойым бойынша бір ажыратпау керек сияқты да, бір осындай бір төл дүниелерден, бір болмыстық дүниелерден, байлау емес ештеңеге, шаблонды зат емес, бәрің жаңағыдай қамзол киіп көшеде жүріңдер дегенде зат емес, оны тағы да буквально түсінуге болмайды. Жай ғана патриоттық сезім бұл сол өзіңді танудан басталады сияқты. Сол мәселені айтайын. Бұл жерде мұндай психологиялық нәрсе ғой. Жаңағы адам қаншалықты іші толып тұрады, өзін қаншалықты сенімді сезінеді, өзінің ортасымен қалай қаншалықты деңгейде байланған сезінеді. Бұл мысалы бізге осы радикалды бағыттағы діни ағымдардың келуіне де көп жағдайда неден кейінгі санадағы хаос себеп болды. Тәуелсіздіктен кейіндегі. Кеңес үкіметі күйреді. Шын мәнінде кеңес үкіметі халықты күндіз түнді пропаганда болды ғой, мысалы, өзінің жалған идеологиясын әбден сендірген болатын. Ал ана идеологиямен бірге өзі де күл болып жоқ болып кетті бір-ақ күнде мысалы. Содан кейін халықтың санасында сенетін бірдеңке керек болды. Сол кезде анан да іздеді сенімді, мынан іздеді, әртүрлі жаққа кетті. Сол кезде барып бізге жаңағындай әртүрлі ағымдар қаптап кетті. Сондықтан бұл жерде ұлттың өзіне деген сенімі, өзінің болашағына деген сенімі, өзінің өткеніне деген құрметі, өзінің тарихына деген ішкі бір толықтық, ішкі бір сенім болып тұру керек қой. Біз ұлы тарих жасаған, ұлы өркениет жасаған халықпыз. Біз ешкімнен кем емеспіз деген бір сенім ішке орныққан кезде барып, басқа біреудің айтып жатқан несі жаңағы жұмағы. Қызық бола қоймайды. Өйткені жұмақ сенің ішіңде. Бізде, жаңағы Таласбек марқұмның Таласбек Әсемқұлов жазушы, сол кісінің бір несі бар, сөзі бар. Бұрынғыларда дейді, храм жүректе болатын дейді. Кейін храм сыртқа шығып кетті дейді. Мысалы біздің қоғамда
қазақ даласында мешіт болмаған бұрын, жаңағы көшпелі кезеңде. Біз дін үшін мешітке жиналмайтын, дін үшін жаңағы әулиелердің маңайына жиналатын, топталатын. Былайша айтқан кезде бізде зат емес біздің діни центр, адам болатын. Рухани, тәні бар, жаны бар адам болатын. Сол нәрсе бізде жоғалды да, жаңағы заттық дүниеге қарай ауысып кетті. Мысалы, бұл жаңағы вахабизм, сәлефизм бағыты белгілі деңгейде материалдық неге өте ұқсас. Материалдық идеологияға өте ұқсас. Барлығын қарапайымдандырып береді, барлығын простой жауап береді, материалдық түсінік секілді қылып. Ал бізде рухани әлемде кең болатын, көзқарасы өте терең және кең болатын, ауқымды болатын. Сондықтан бұл жерде біздің шын мәнінде, жаңа Әлия дұрыс айтып отыр, біз өзіміздің өткенімізге қайтуымыз, өткенімізді табуымыз, тарихымызды, үлкен мәдениетімізді, өркениетімізді табуымыз бұл жерде ең бірінші мәселе. Ең басты мәселе сол. Одан кейін әрі қарай бүгінімізді бақытты ету. Былайша айтқан кезде өткенімізді, ішімізді, жан дүниемізді өткенімізге толықтырсақ, өркениетімізге, бүгінімізді бақытты ете алсақ, тыныш ете алсақ, қазір Құдайға шүкір, мысалы, бейбітшілік бар, ертеңімізге сенсек, болашағымызға. Үш-ақ нәрсе, осы үш нәрсе менің ойымша біздің қоғамды алдыға қарай сүйрейді, және бұндай жат ағымдарға, басқа нелерге, идеологияларға тосқауыл қоя алады деп ойлаймын. Осы үш нәрсе. Иә, жалпы енді Библ подкастының тыңдармандарына да қызық деп ойлаймын, және сіздердің оқырмандарыңызға да қызық деп ойлаймын. Ол жақта Құдай жоқтың екінші бөлімі шыға ма? Не болмаса кино түсіру жоспарда бар ма? Егер бұл қыздардың көзқарасымен жазылған дүние еді ғой, то есть әйелдер көбіне ішінде, сондықтан мүмкін осы өздеріңізбен бірге ер азаматтармен сұхбат алу мүмкіндігі болса, Есбол жазатын шығар деген ойым бар. Есбол ол туралы білмейді. Есбол естіген жоқ. Маған Инстаграмда біреу жазды. В общем, осындай Түркияда қашып жүрген адаммын дегендей. Солай ма? Даже Ресейден Фейсбуктан қашып жүрмін деді. Так, алдын ала спойлер болып жатыр. Солай ма? Сосын оқиғамды айтып берсем, кітап қылып шығарасың ба? Менде материал бар, анау мынау деді. Мен айттым, қызықтырмайды дедім. Тоқта, сен маған айтқан жоқсың ғой, Есбол. Мені қызықтырады деңізші. Ол жағын білмейміз, көреміз. Бірақ жаңағы өзіңіз айтқандай, мен өткенде Есболға да айтып жатырмын, ол бір нақты жоспары жоқ, бірақ дегенмен менің ойымша әдемі сериал болатын сияқты. Өйткені жілік-жілігімен бір әдемі өріледі ғой. Сондықтан мүмкін сериалға тартып қала ма деймін. Егер мысалы бұл кітапты мен екінші кітап дегенге онша зауқым жоқ. Шынымды айтсам, өйткені бұл кітапты жазу, бұндағы сезімдерді бастан өткіру өте ауыр болды, өте қиын. Одан қалды желтоқсанның кітабын жазып жатырмын Оның деңізші. сыртында желтоқсан. Маған кем дегенде енді бір 5 жыл демалу керек деп. 5 жыл болмаса да бір 2 жыл жазудан тоқтауым керек деп ойлаймын. Өйткені қатты сарқылдым. Өйткені не жазсаңыз да, мысалы енді бұл өзімнің көкейімнен, өз немнен шыққан кітап болмағанымен, бұған барымды салып, жақсы жоғары деңгейде шығу үшін барымды салдым. Сондықтан қажырымды, жігерімді жұмсадым. Сондықтан белгілі деңгейде дәл қазіргі кезде бұл тақырыпқа мені қайтадан баруға, шынымды айтсам, жүрегім шайлығады. Өйткені анағұрша ауыр оқиғаларды қайтадан көңілден өткізу, қайтадан сезіну деген, жаңағы сұхбат берген кісілерде айтады ғой, қайта айтқымыз келмейді, сұхбат бергіміз келмейді. Менде де сондай деңгей болып тұр шындығында. Тіпті оқыған адамдардың өзі мына жеріне келгенде құсып қоя жаздадым деген сияқты нелер. Сізге де реабилитация керек, иә? Солай деуге болады. Бірақ енді жазушының реабилитациясы бұл кітаптың өзі ғой. Соны жазу арқылы ішіндегі бүкіл кірден арылады. Онда жазылмай қалған әлі дүниелер бар деген. Сондықтан, иә, біраз нәрселер бар. Бұл кітапқа кірмеген дүниелер жетеді. Көп шындығында. Оны Құдай біледі. Кейін енді
жағдай мәжбүрлеп жатса мүмкін. Бүкіл нәрсені Әлия ашып шешетін жағдай сізге айта берейік. жағдай дегенім Әлия десек. Әлия жоқ, дұрыс, мен келісемін, өйткені жазу деген ол үлкен еңбек, сондықтан адамға толығу керек, таусылмау керек адам. Сондықтан толыққан кезде хабарласам ғой. Ал сериал туралы шынымен ақта негізі ойланып жүрміз. Бір кемінде 100.000 дана сатылса сериал қыламыз деп ойлаймыз. Я есбол қатысың жоқ, сен жазбайсың сценарийін, уайымдамашы. Сценаристер жазасың. Сізді құтқара албайыз, бізге құтқарамыз. Жоқ, менің ойымша оқиға жалғасу керек. Жалғасу деген кезде басқа әңгімелер жазылу емес, дәл осы оқиға басқа формада жалғасу керек деп ойлаймын. Өйткені егер сұраныс болса, демек біз оны басқа формаларда бере алуымыз керек деп ойлаймын. Кино болуына болса, белгілі деңгейде енді кірісіп көруге болады. Оның барлығын жаңа қаржылық мәселелер ғой. Ендеше қорытындылайық. Қателік жасау адамға тән, ал одан сабақ алып басқалардың адаспауына септігін тигізу ол үлкен батылдық деп білеміз. Бүгінгі подкастқа келіп, өздеріңіздің ойларыңызды ашық айтып, осы кітаптың толық қалай жасалғаны және де осы дүниенің шығуына барша үлес қосқан оқиғаларды айтып кеткендеріңізге көп рахмет. Көргенде қуаныштымын шынында. Рахмет көп. Құрметті тыңдармандар, ол жақта Құдай жоқ кітабын оқыған болсаңыздар, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер, және Елордадың YouTube парақшамызға, Instagram парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де рахмет көп келгендеріңізге. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға.